түсімізде пайғамбарымызды көрдік дегендерді қалай біледі? Тұрып түрін білмейміз ғой, или өзі айта ма дейді. Әртүрлі болады, айтылады, сезіледі, әркімге әрқалай. Қаншалық сен тақуа, қаншалық жақсы ісің көп болса, соншалық пайғамбарды көруің ақиқат болады. Бірақ пайғамбарды көргісі келген адам жәннатқа кіреді деген сөз жоқ. Пайғамбарымызды көру жүрек тыныштығын алып келеді. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламды көру жын ұрмауына дәлел болады деп айтылады. Енді пайғамбарды қалай көргіміз келеді? Көру үшін не істеу керек? Біріншіден таза болу керек. Ой, жүрек. Екіншісі кәсрату салава, көбірек салауат айтыңыз. Дирасату сира, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірін жаттап алыңыз. Жаңа дұрыс сұрап жатыр. Түрін білмейміз ғой қалай. Сол үшін пайғамбардың өмірі қандай болған, түрі қандай болған, орысша айтқанда описание дейді ғой, суреттемесі бар кітаптарда. Мынандай кісі болған, мынандай болған, шашы мынандай болған, бойы мындай болған. Соның бәрін оқисыз да, сондай махаббат байлайсыз. Содан кейін сол пайғамбардың жолындағы ғалымдарды, имамдарды, ұстаздарды, мұсылмандарды жүрегіңізбен жақсы көрсеңіз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сізде түсіңізге келіп, өзі амандасатын болады, иншалла. Бірақ тағы да айтам, ол басқаша сезім береді сізге. Бірақ пайғамбарды көрдім деп, жаңағы мақтанып, тәкаппарланып кетпеу керек. Әйтпесе, жалпы пайғамбарды көрдім деген адамдардың барлығына сене бермейді. Баяғыда бір бала деп маған пайғамбарды көрдім дейді, орнынан қарап тұрып, ассалаумағалейкум деп сәлем беріп сөйтіп жатсам, сізге сәлем айтты дейді. Не деп айтты десем, 60 мың берсін деп айтты дейді. Кетші дедім, басын батырмай. Сол сияқты өтірік алаяқтар көп қой. Ана не жерде де жаңа бүйттім де сөйттім дегендер отыр ғой, сол сияқты.